Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы қызыл кітапқа енген жануарлар. Сабақ мақсаты тұтас және аралас мәтіндердегі ақпараттарды салыстырады. Тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдайды. Перифразының түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастырады. Ең бірінші, қызыл кітапқа енген жануарларға назар аударамыз. Тақырыпқа болжам жасау, сурет бойынша пікір білдіреміз. Қызыл кітап туралы не білеміз, оның қандай пайдасы бар, сол бойынша сұрақтарға жауап береміз. Келесі тапсырма. Графиктік мәтінмен танысу. Мәтінді жұппен талқылаңыз. Сызбада биоалуан түрліліктің 1800 жылдан бастап жойылу көрсеткіші, бүгінгі және ертеңгі болжамы көрсетілген. Биоалуан түрліліктің жойылуының 3 кезеңін салыстырамыз. Келесі оқылым тапсырмасы оқулықпен жұмыс. Тақырыбы ұқсас ғылыми немесе публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдаңыз. Яғни екі мәтіннің атауын, тақырыбын, түрін, рәсімделуін талқылаймыз, соны талдаймыз. Келесі тапсырма. Перифразының түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастырыңыздар. Жалпы перифраз деген не? Перифраз ол грекше айналым деген мағынаны білдіреді. Құбылыстар мен заттардың атын атап, түсіністемей, айрықша белгі қасиеттеріне қарай негізде отырып ауыстыру тәсілі. Мысалы, көмір деген сөзді қара алтын, арыстан деген сөзді орман патшасы деп ерекше көркемдетіп айтуды перифраз дейміз. Келесі қалыптастырушы бағалау тапсырмасы. Қызыл кітаптың қажеттілігін попс формасына салыңыз. Бірінші сөйлем менің ойымша, екінші сөйлем себебі мен оны былай түсіндіремін, үшінші сөйлем мен оны мына фактілермен мысалдармен дәлелдеймін, соңғы сөйлем осыған байланысты мен мынандай қорытындыға шешімге келдім. Рефлексия. Сабаққа кері байланыс береміз.